Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін біз сабақтарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Менің есімім Ержан. Сіздерге бүгін conditionals туралы сабақтарды түсіндіріп, тесттерді бірге талдайтын боламыз. Дайын болсаңыз, кеттік. Сабақты бастамастан бұрын сіздерге бір өтінішім бар. Бұл видеоны соңына дейін көріңіз, себебі біз біраз тақырыптарды, біраз тесттерді талдаймыз. Және біздің каналымызға жазылып, колокольчикті басуды ұмытпаңыз, себебі сізге ол 1 секунд қана уақыт алуы мүмкін, ал біз үшін ол өте маңызды. Олай болса, кеттік. Бірінші сұрақ. Complete the sentence, don't worry, бір нәрсе late tonight. Білесіздер, жалпы 5 түрлі шартты сөйлем бар. Conditionals деген ол шартты сөйлем деген мағынаны білдіреді. Яғни 0, 1, 2, 3 және араласқан 0, first, second, third және mixed conditional деген нәрселер бар. Олардың барлығын сіз интернеттен көрсеңіз де болады. Қандай түрлері бар екен conditionalстың. Бұл сабақ тек қана таза тесттармен жұмыс жасау үшін арналған. Бұл жерде don't worry if I'm late tonight. Яғни мен бүгін кешіксем, уайымдама деген сөйлем. If I бір нәрсе tomorrow evening, I бір нәрсе to watch that movie. Егер мен ертең кешке босасам, мен міндетті түрде анау фильмді көруге барамын деп айтып тұр. If I, сонда бізде болады дұрыс варианты. If I'm free tomorrow, I will go to watch that movie. Яғни C варианты дұрыс. Келесі сұрақ. What бір нәрсе, if you бір нәрсе, so well yesterday. What would have happened if you hadn't done so well yesterday? Бұл вариантты таңдап тұрған себебім, қалғандар келмейді, себебі олар шақ тұрғысынан, яғни конструкциясы, грамматикалық тұрғысынан бұл жерде сай емес. Would have happened, hadn't done деген бұл жерде бізде ол set conditional, яғни не болушы еді егер сен кеше барлығын өте жақсы жасамағаныңда деген сияқты сөйлем болған. 5-ші сұрақ. Егер сенің будильнигің шырылдағанда сен жұмысқа уақытылы барушы едің кеше, яғни set conditional өткен шақтағы әрекетке өкінішті білдіріп тұр. Сондықтан менде she would have been on time, яғни ол жұмысына уақытылы барушы еді, яғни B варианты дұрыс. Келесі сұрақ. Choose the right variant. Егер сен үйден ертерек шыққанда сен трамвайға үлгеруші едің деген сияқты сөйлем болу керек. Онда менде if you had left earlier, you would have caught the tram. И варианты дұрыс, қалғандары келмейді. Себебі бұл жерде set conditional. Келесі choose the right variant. If it бір нәрсе this weekend, I will stay home and watch TV. Бұл жерде first condition екен түсінікті. Сондықтан мен if it rains, яғни жаңбыр жауса, мен үйде қалып телевизор көрем деп айтып жатыр. Яғни D варианты дұрыс. 9-ші сұрақ бізде, егер Бенджамин Франклин сондай қатты жұмыс істемегенде, ол Американың символына айналмаушы еді деп айтып тұр. Сондықтан if Benjamin Franklin hadn't worked so hard, he wouldn't have become the symbol of America. Яғни A варианты өзі қасында тұр екен, соны таңдайында ары қарай кетерім. Себебі Бенджамин Франклин өткен шақты өте қатты беріліп жұмыс істеді және Американың символына айналған болатын. Келесі 10-ші сұрақ. If it бір нәрсе rain, we бір нәрсе forest gather some mushrooms. Егер жаңбыр жаумаса, біз орманға барып саңырауық теріп қайтамыз деп отыр. If it doesn't rain, we will go to the forest to gather some mushrooms. Яғни И варианты бізде дұрыс. 11-ші сұрақ. Choose the right variant. If I бір нәрсе, I бір нәрсе away. Енді бұл жерде second conditional. Second conditionalда Бейонсенің баяғыда бір өлең бар еді. If I were a boy деп, even just for a day деген сияқты. Яғни мен бір күнге болсын бала болсам ғой, ер жігіт болсам ғой деген сияқты әні бар еді. Енді дәл қазіргі моментте ол мүмкін емес, сондықтан оны мен second conditional есебінде қолданамын. Ал дұрыс варианты менде if I were a bird, I would fly away. Яғни құс болғанда ұшып кетуші едім деген B варианты маған келеді. 12-ші сұрақта сен не істер едің $1 миллион ұтып алсаң дейді. Бұл жерде
one болып тұр, значит менде second conditional болу керек. Ал мына жерде менде second conditional көріп тұрған жоқпын, тек қана маған келетіні B варианты. What would he do болу керек. Но B варианты, я did деген опечатка немесе тест-центр дұрыс қарастырмаған. 13-ші сұрақ, choose right variant. Мен оны білгенде келмеуші едім деген сөйлем, ол менде A варианты. If I knew that, I wouldn't come. Қалғандары грамматикалық конструкциясы, структурасы жағынан келмегендіктен бірден осы вариантты таңдаймын кетерім. Егер ол мен оны білгенде келмеуші едім деген сияқты сөйлем шығып жатыр. Қазір өкініп тұрған іс-әрекеті. Unreal деп айтады ағылшын тілінде. Келесі, if we had computer, we мына жерде set conditional себебі had деп тұр. Енді екінші бөлімде былай болады. Қараңыз, бұл mix conditional себебінде де қолданып кетсек болады. If we had computer, we would send an email. Яғни бізде сол кезде компьютер болғанда біз қазір имейл жіберуші едік деген сияқты мағынада болуы мүмкін, бірақ ол кішкене келмейді, себебі компьютер болса ол бірден жібере беруші еді. Ал екінші вариант есебінде мынау wouldn't have sent дейді. Егер менің компьютерім болғанда өткен шақта кеше 5 күн бұрын 10 күн бұрын мен имейл жібермеуші едім деп айтып жатыр. Мүмкін тест-центрдің мынау бір орфографиялық немесе біздің қателігіміз. Ол егер B варианты would have sent болған кезде менде идеально келуші еді. Егер менің компьютерім болғанда, біздің компьютеріміз болғанда біз имейл жіберуші едік деген сияқты сөйлем шығатын еді. Сондықтан мағыналай негізі would have sent деген сөйлем дұрыс болады. 15-ші сұрақ, we бір нәрсе to the theater if Peter was well. Бұл жерде we would go to the theater if Peter was well. Негізі грамматикалық тұрғыдан was'дың орнына were қолданылу керек. Ол бізде екінші second conditional екенін көрсетеді. Демек second conditional болатын болса менде would go, яғни E варианты дұрыс. 16-ші сұрақ, I would eat supper, would деп тұр. Демек менде екінші бөлімі past simple болу керек. Prepared. Сен тамақ дайындаған кезде мен кешкі ас ішуші едім деп айтып жатыр. Яғни B варианты дұрыс. Он жетінші сұрақ, if you hate sick people, яғни бұл жерде айтқысы келіп тұрған, егер сен ауыр адамдарды жек көрсең, сен доктор болмаушы едің деген сияқты сөйлем шығу керек. Яғни ол ауыр адамдарды жек көрмейді, және ол қазір примерно доктор болатын болса, онда бізде ол second conditional болу керек. Енді сол second conditional іздеп көрейін. Ол бізде B вариантта. If you hated sick people, you wouldn't be a doctor. Егер сен науқас адамдарды жек көргенде, сен доктор болмаушы едің, қымбаттым dear деп жатыр. B варианты дұрыс. 18-ші сұрақ, Francis туралы. Choose the right variant. Егер Фрэнсис өте жақсы студент болғанда, ол мектепті тастап кетпеуші еді, мысалға. Немесе ол Francis wasn't a good student. Так, қазір Francis would leave school if she wasn't being a good student. Мынау келмейді. B варианты, A варианты келмейді. If Francis wasn't a good student, would she left? Бұл мүлде келмейді, сөйлем тәртібі дұрыс емес. If Francis weren't a good student, she would leave school. Мынау келіп қалуы мүмкін. Егер Francis жақсы студент болмағанда, ол мектепті тастап кетуші еді деп айтып жатыр. Ең соңғысын көрсек, if Francis weren't a good student, she would left бола алмайды. Себебі would-тан кейін мен бірінші формасын қолдануым керек. 19-ші сұрақ. Яғни 18-ші сұрақта бізде D варианты дұрыс. If you press this button, the engine бір нәрсе дейді. Бұл инструкцияға байланысты сөздердің барлығын zero conditionalмен айтады. Егер сен кнопканы бассаң, мотор тоқтайды деп отыр. Яғни ол бізде zero conditionalда present simple болу керек екі бетінде де, сондықтан B вариантын таңдаймын да ары қарай кете беремін. If you had asked me, I бір нәрсе had деп тұрма, примерно ол бізде
third conditional болу керек. Third conditional екінші бөлім would-тан басталады, ал менде оған келетін екі вариант бар. Would tell'ді айта алмаймын, ол second conditional'дікі, ал third conditional маған келеді, яғни A варианты дұрыс. Егер сен менен сұрағанда, мен саған айтып беруші едім деп айтып жатыр. 21-ші сұрақ. Бір нәрсе he would have come. Қайтадан would have come third conditional болу керек. Мынау, егер third conditional болатын болса, значит had деген сөз іздеймін. D вариантын бірден таптым. Егер if Mike had been able to finish his homework, he would have come to class. Егер Майктың үй жұмысын бітіретін мүмкіндігі болғанда, ол сабаққа келер еді деген сияқты сөйлем шығып жатыр. 22-ші сұрақ. If I бір нәрсе much money, I buy a car. Егер мен ақшам көп болғанда, мен машина сатып алушы едім. Қазіргі моментте ақшасы жоқ, сатып алмайды. Демек, second conditional ол менде if I had the much money, I would buy a car. Яғни D варианты дұрыс. 23-ші сұрақ. If you are ready, I бір нәрсе how to engine operates. Егер сен дайын болсаң, мен саған түсіндіріп берейін деп отыр. Яғни бұл present депін ғой. First conditional, яғни бірінші шарт сөйлем, демек екінші бөлім will болу керек. Will деген екеу, C варианты келмейді, ол менде third conditional'дікі, ал A варианты келеді. Егер сен дайын болсаң, мен саған түсіндіріп беремін деп айтып жатыр, яғни мотордың қалай жұмыс жасайтындығын. Соңғы сұрақ болсын. If I'd деген бұл жерде if I had деген сөзді қысқартып қойған. If I'd listened more carefully to his directions, I бір нәрсе got lost. Егер мен оның айтқандарын мұқият тыңдағанында, мен адасып қалмаушы едім деп тұр, If I had listened, демек екінші бөлім would have болу керек. Мағыналай бізде wouldn't have қажет болғандықтан D вариантын таңдаймын. Не үшін wouldn't have? Себебі мен оның айтқанын мұқият тыңдағанда адасып қалмаушы едім деп айтып жатыр. Осымен D варианты бізде дұрыс жауап болады. Біздің сауалымызды аяқтаймыз. Менімен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Келесі сабақтарда кездескенше, ең бастысы осы алынған білімді тестте қолдануыңызға тілектеспіз. Біздің каналға жазылмасаңыз лайк қойып, және колокольчик қойып кетуді ұмытпаңыз. Ол сізге тек қана 1 секунд уақыт алуы мүмкін, ал біздің тарапымыздан бұл сабақтарды дайындауға өте үлкен күш кетіп жатыр. Сізге рахмет. Келесі сабақта кездескенше.